ауылынан келіп отыр. Құрметті Ержан Назарбаев зияткерлік мектебінен 35 мектептің 9-шы А сыныбынан Диара 9-шы А сыныбы отырайық. Валя Ахмет Айналхаев деді. Ал қызыл түстіні келіншектер кеді. Сұрақ. Әнші аналарды атап көрші. Роза Арымаева, Роза Бағланова, Бибігүл, Обанова. Кім? Жамал Омарова. Адалдықта көркімен таң қалдырған тамам жұртта, қыздардың қызығымен өмір қызық, қыздардың ғұмырымен заман құтты. Көзге ыстық кептерлері, азаймасын өмірдің көктемдері. Неше? 19. 19-шы сұрақ. Қазақтың тұңғыш әскери ұшқыш қызы. Жауабы Хилас Қайырқызы Доспанова. Жетім шашақты қасаба. Желкесіне қарай құлағысы бар, айқын арқасына төгіліп жатар, қасабаны көре. Сәукеле біледі. Үлпірде көкерілген тері түрлеріне қарай кәмшат бөрік, түлкі, күзен бөрік деп аталады. Екі жағынан екі жеңгесі көмектесіп. Қыздар бой жеткен соң бөрік деген. Бөріктің сырты мақпал, күреш, лаққы сияқты қымбат маталардан түріп алып, қыздар да еліп қорғаған. Әскери бөрік. Әскери орамал. Әңгіде күнделікті өмірге орамал салады. Орамал – бұл жұмысқа шыққан әйелдің символикасы. Басқа салатын жамылғы. Сәукеленің сыртынан жабылған жамылғысы. Ақ бөрікенші. Бақтиярова Эльзара 41-ші мектептен. Нарима нөмір 7-ші мектептен. Әбікен Бектұров атындағы. Саған көптен көп рахмет айтамын отыр. Үлкендерге деген құрметті соны дәріптеп отыр. Сондықтан ақ кимешекті киген аналарың болса бас иіп отырыңдар болар. Жақсы жылдарың тек қанағат болсын. Қанағаттарың осыған келер деп талпынсынның өзіне гран-при қоюға болады. Алла амандығын берсін. Редакторы Ләззат Теміртасқызы бастаған қазақ аналары дәстүрге жол бірлестігінің жасап біздің аналарымыз. Бағаны алатын әркім өзінің талпынысы. Мынау өмірге деген талпынысы. Қазақ аналарының жұмысы осыны көрсетпек болып біз осылай жасадық. Ләсеге көп рахмет. Содан кейін осында Бүлайым деген ата-ана бар екен. Біз керемет шебер. Міне бағыдан бері жасай. Ақырын осылай жасап көзді қанықтырып, ертең біз болашақта әдемі киімдерді. Ал енді мына дүниеге келетін болсақ, мен кішкентай болса да өзім туғандым. Мынау біздің аналарымыздың бұрынғы шиі, қолынан ата-бабамыздың, әжелеріміздің тоқып шыққан шиінің кішкентай ғана қырғыз болып тамаша дүние. Осыны әрманғатта үлкен қып жалғастыра бер. Осыдан кейін үлкен дүниелер шығып қалуы мүмкін. Нарықтық экономикада мынадай дүниелерді жасап жатыру деген ол ақша ғой мынау. Табыс. Бұл балаларға да көп рахмет айтамын. Қайсың? Ой, айналдық сол. Тамаша. Міне осындай. Қазақ қашанда Құдайын жүрегінде сақтаған. Алласын. Ал сен мынадай неге салып әкеліпсің бұны? Жан-жағына әрлеп, саған көп рахмет. Қайсың? Міне. Алла тек қолдап жүрсін бұны. Міне тамаша. Мынау шешелеріміз. Мынау ауылдың бүкіл әйелі осындай көрпелермен айналысатын. Бұл қазақтың қанына сіңген керемет дүние. Бұндай көрпелерді біздің ауыл жасап, бұл енді мынаны ойудың өзі үлкен жаңағы шыдамдылық керек. Осындай дүниелер, міне мынадай қоржынның несін жасап жатсыздар. Міне қандай тамаша балалар, тамаша.
мынау деген әлгі той болғандағы не қоржын. Бұл арада енді біз бірінші, екінші, үшінші орын дегендерді бермейміз, дегенменен бермейтін шығармыз. Дегенменен жалпылама мен өзімнің ойымды айтып кетейін. Бұл өте жоба керемет жақсы ойластырылған екен. Өте бізге қажет. Біз 70 жыл бойы мектепте тек қана біз басқа дәстүрді, басқа осы партада отырып, менің айтатыным, кейбіреулеріңіз концерттік тек қана киіммен шықтыңыздар. Іштен басталады дейді. Неге? Киімнен бірінші адамның көркі де, нұры да, өзінің мінезі де киген киіміне сай болу керек. Керемет, керемет дүниелер мынадай. Міне осыны жасап шыққан қызымыз қайсы? Қайсы мынау? От көбірек еттік. Міне қандай тамаша. Тіпті мына дүние дегеніміз, мынау бір жақсылап бір ойланып жасаған сияқтысы. Осыны ұлттық киімдері жібегінде кезінде сәтленің әйелдің арқасына көтеріп жатады. Қасабаның төре Саржан төре құдалары жіберген сәтленің бағасы 500 байға кимешек деген. Кимешек киімнің келісі. Әйелдің символикасы. Ойықтың шеті қызыл болса, ол жас кимешектің киімі. Ойықтың шеті сары болса, ол орта жастағы әйел деген.